Жетісуға ұйғырлар мен дүнгендердің қоныстануы. Құрметті оқушылар, бүгінгі тақырыбымызда 19 ғасырдың аяғында Қытай жеріндегі ұйғырлар мен дүнгендердің Қазақстанның жеріне қоныс аудару себебіне, олардың шаруашылығының дамуына және Іле өлкесі жөніндегі Қазақ-Қытай шиеленісінің нәтижесіне тоқталамыз. Ең алдымен, ұйғырлар мен дүнгендердің Жетісу аумағына жер аудару себептері туралы айтамыз. Маньчжур Цин әулетінің өкілдігіне қарсы 1862-1877 жылғы ұйғыр дүнген халқының азаттық күресі. Көтерілістер басылғаннан кейін ұйғыр дүнген халықтарына қысым көрсету күшейе түсті. Қоныс аударудың негізгі себебі де осыған орай келді. 1881 жылдың күзінен 1884 жылға дейін Жетісу мен солтүстік Қырғыз өңіріне алғаш 45 мың ұйғыр, 5 мың дүнген келді. Олар бұл жерге қазақтармен, орыс, украиндармен қатар қоныстанды. Қазіргі Алматы, Талдықорған облыстарының территориясында ұйғырлар 6 болысқа қоныстанды. Ұйғырлар егіншілікке ыңғайлы көл алқаптарына, Талғар, Шырын, тағы да басқаларына орналасты. 1897 жылдың жүргізген есебі бойынша Ресей үкіметінде 14 мың дүнген, 55 мың ұйғыр болған. Мал шаруашылығымен тек бай ұйғырлар айналысқан, көптеген ұйғырлар мен дүнгендер мал ұстады. Әр ұйғыр түтініне 5-10 десятина жер берді. Қазақстан территориясында өмір сүрген барлық халықтар жақсы көршілік қарым-қатынаста болды. Бір-бірінің мәдениетімен танысты. Іле өлкесін жаулап алу 60 жылдардың аяғында Қытайдың Іле жақ өлкесіне Ресей шекарасында Қытайдың орталық саясатына қарсы көтеріліс басталды. Патша үкіметі бұл кезде жаңа отарлық басқыншылыққа пайдалануды көздеді. 1869 жылға дейін ол Іле өлкесіндегі оқиғаларға байланысты ақырын күтуде еді. Бірақ 1871 жылы ол территорияға қарулы шабуыл жасайды. 1881 жылы 14 ақпанда Петербург келісім шарты жасалды. Оның 3 бабында былай делінген: Іле өлкесінің тұрғындарының тұрғылықты жерінде Қытай қол астында қалуына, немесе Ресей жеріне қоныстанып, Ресей қол астында тұруына құқы бар. Ұйғыр дүнген шаруаларын Ресейге қоныстандыра отырып, патша үкіметі 2 мақсатты көздеді. Біріншіден, Қытайдың құлжадағы экономикалық базасын әлсірету, екіншіден, қоныстанушыларды Қытайға қарсы әскери күш ретінде пайдалану. Ал енді балалар, ұйғырлар мен дүнгендердің шаруашылығына тоқталамыз. Ұйғырлар Қытай үкіметінің көтеріліске қатысқан үшін қуғындауынан қашып, қоныс аударуға мүдделі болды. 1882 жылдың аяғында Жетісуда 5 мың ұйғыр дүнген отбасылары болды. Мамырдың аяғында 6549 қоныстанушылар отбасы орнығып тұрды. 1882 жылдың жазында жиын-терін мезгілі болғандықтан уақытша қоныстану тоқтатылды, ал күзде қайта жалғастырылды. 1882 жылдың күзі мен 1883 жылдың көктемінде аяқталды. Бірақ кейбір жекелей топтар жаңа орынға 1884 жылдың басына дейін созылып жатты. Осы кезеңде 453.773 тұрғыны бар Жетісуда 9572 ұйғыр отбасы болды. Іле өлкесінде 2605 отбасы қалды. Қоныстанушы ұйғырлар үйлерін өзен дуалмен қоршады. Тау етегіне
егіншілікке неғұрлым қолайлы жерлерге орналасты. Мал шаруашылығы қосалқы кәсіп сипатында болды. Жұмыс көлігі ретінде өгіз, жылқы, есек ұстады. Сыртқа барып жұмыс істеуге жүк тасу кәсібімен көбірек айналысты. Ұйғырлар алып сатарлықпен бір шама мөлшерде айналысты. Верныйдан Ташкентке товар алып барып сатты. Бай ұйғырдың бірі Жаркент облысында тұратын Уәли Ахун Юлдашев болды. Юлдашев Англиядан алдырған пароходын Іле өзеніне алғашқылардың бірі болып жүргізді. Әр елді мекеннің өз сауда базарлары, мешіттері болды. Келе-келе дүнгендер де егін егумен, жеміс-жидек өсірумен айналыса бастады. Дүнгендерге де мал өсіру қосалқы сипатта болды. Өнімдерін Ташкентке, Верныйға, Әулиеатаға, Жаркентке, сонымен қоса Шыңжаңға апарып сататын. Ұйғырлар мен дүнгендердің мәдениетін зерттеумен Шоқан Уәлиханов, Пржевальский, Рабровский бір шама бай мағлұматтар жинастырды.